құрметті ағайындар, менің көрсетейін деп тұрған жұмысым фундамент сокольный жұмыс. Бұл жерге әрине қымбат заттарды салатын болсақ түрі көп. Оның барлығы қаражатқа келіп тіреледі айналып келгенде. Декоративный тастар неше түрлісі бар базарда. Келіп жабыстыратын болсаңыз, қалтаға түсіп барлығы. Сондықтан мрамор болсын, тағы не жабыстыратын тастар болмаса керамограниттер жабыстырып жатамыз. Енді оның барлығы әрине ақша болса жабыстырған ғана жетсін. Енді үйімізді қол қусырып қарап отпасын деп арзан дүние сіздерге көрсетпекшімін. Бұған тек қана құм мен цемент болса болғаны. Үштікке түркі секілді ковшпен лақтырасыз, сол бойы қалады. Артынан сымды иіп алып, үштік болсын, төрттік болсын. Сонымен осылай ванналарым қалай келеді, жаңа лақтырған кездегі ешқандай қиындығы жоқ. Кішкене стройкадан хабарыңыз болса болғаны. Және дегдегеннен кейін губкамен шелекке су құйып әкеліп, суға батырып отырып сүртіп шығу керек. Неғырам дегдеген сайын сүртсеңіз гладкий болып шығады және тасқа ұқсай бастайды. Ертесіне кепкеннен кейін осылай көзбасылақпен жағамыз. Жағылып жатыр. Енді біреулер сокольный порошоктар бар. Сондай жағып жатады. Негізі көзбасылақ арзан зат, мына зат. Бұның арзаны бар, қымбаты бар. Сол қымбаты мен арзанын бірге алсаңыз, және бір-біріне араластырсаңыз, кішкене сұйықтау болып шығады, әдемі болады. Обычный кисточкамен жағып шығамыз. Енді үлкен объем полный үй болса, стена бітпей тұрған болса, ол кезде пульверизатормен шашсаңыз да болады. Қалың жағылмайды ол кезде. Мына жер кішкентай жер болғаннан кейін осылай қолмен жағып жатырмыз. Мынау кебет, кепкеннен кейін латистый жаңағы металлға арналған краскалар бар кішкентай. Сол кішкентай құта алсаңыз, сізге бүкіл үйге жетеді сол. Қазір оны да көрсететін боламын. Мына жер жағып бітіріпсем, кешқұрым жасайтын боламын оны. Қазіргі заманауи жүріп жатқан жұмыстың барлығы сол обманка заттар. Стенадағы жидкий травертин болсын, тағы үйдің ішіне келетін болсақ, бұлар да сол обманка. Сәнді сылақ, сәнді краска. Қалай сізге ыңғайлы солай жасасаңыз болады. Сондықтан бұл нәрсе жаңа қалып кетеді деген ешқандай ой жоқ. Бұл алдағы уақытта көп қолданысқа ие болады. Сіз бүкіл үйге көп болса бір мынадан бір 5-6 алып аласыз. 10 мың теңге болар. Цемент аласыз. 5-6 мешок. Және ауылдық жерлерде құм деген тегін бізде почти. Болды басқа. Салат істейіңіз көп болса бір 1-2 теңге тұрады. Кішкентай құтысы. Қалғаны кисточка, расходный материал. Осылай жасап қойсаңыз, арзан дүние қымбат дүниеге айналады. Қазір мына жерді жағып бітіремін.
тонкая тас болады. Сәнді тас болады. Ұзарыңыз өзіңізге қалай ұнайды, солай жасай беруге болады. Шектеу жоқ. Барлық нәрседе шектеу жоқ әзірге ремонт түрінде. Лакты осы құйып алғам. Просто так осылай жағып шығасыз. Ермеу керек. Үйде қол бос болса, вақтыбай жұмыстар болса, үйде не істеймін деген кісілер болса, көпсіміз жаңағы ұстаға сенеміз. Ұста істеу керек міндетті түрде. Бұл жерде ұстаның қатты ұсталық керек жоқ. Қалағанай қызықсаңыз, жасайын десеңіз, жасап аласыз. Ағайындар, краска ілуге келдік. Осындай кішкентай краска, металл краска дейтін золотистый цвет. Осыны аламыз да осылай бояп өте береміз. Құрметті ағайындар, ойналып біткен кезде осылай көрініс береді. Енді сапа жағынан гарантия. Аз ғана ақшаға сіз де өз үйіңізді өстіп әрлеп қойсаңыз болады. Тастың бағасын сұрап көрсеңіздер болады. Қанша теңге тұрады? Простой жер мынандай болып тұрады.